Мен Телеубаева Рысқан Аманбекқызы, Алматы мемлекет жаңа технология колледжінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Қазақ әдебиеті. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Қасым Аманжолов. Сабақтың мақсаты Қасым Аманжолов туралы түсінігін кеңейту, сабаққа деген қызығушылығын арттыру, дүние танымын кеңейту. Сабақтың эпиграфы. Хакім Абай қазақ жырының қасиетті алатауы болса, ақиық ақын Қасым қазыналы Қаратау, Серік Ақсұңқарұлы. Қасым Аманжолов 1911 жыл дүниеге, 1921 жылы қазақ поэзиясы аса көрнекті өкілі, халқымыздың дарынды ақыны. Қасым Аманжолов қазақтың аса ірі ақындарының бірі. Қасым Аманжолов көркем аударма өнерінде де үздік шебер. Қасым шежіресі. Арғын Қаракесек, Қара, Оразқұл, Ақжол, Алкөшек, Аманжол, Рахымжан. Сері Қасымның домбырасы мен баяны. Қасымның жары және қызы. Қасым Аманжоловтың ғылымдар сарайында. Қасым Аманжолов анасы Айғанша, әйелі Сақымжамал, қыздары Жанна мен Дариға. Қасым ақын, аудармашы, әнші, домбырашы, журналист, композитор, 8 қырлы бір сырлы талант иесі. Қазақта Қасым бір туар, ол жайлы сансыз жыр туар, 1200 жылдығын бүкіл әлем тойлайтын бақытты жақыт күн туар.